Мұхаммед Мұстафа алейхиссаламнан сұстанаға берілуі. Әмина анамыз нұрлы сәбиін қолына алғанда күйеуі Хазіретті Абдуллахтың өлім қайғысын ұмытқандай болатын. 9 күн емізгеннен кейін Әбу Лахабтың күні болған. Суайба ханым бірнеше күн ұстанасы қызметін атқарды. Суайба ханым бұрын Хазіретті Хамзаны, одан кейін Әбу Сәлманы емізген болатын. Хафиз ибн Жазри айтады: Әбу Лахаб түсіме кіріп, одан халін сұрағанда қабір азабын шегудемін. Бірақ жыл сайын Рабиуәл айының 12-сіне азабым жеңілдейді. 2 саусағымның арасынан шыққан салқын суды сорып рахат табамын. Бұл түні Расулаллах дүниеге келгенде Суайба деген күнім осыны айтып сүйіншілеген еді. Мен қуанғанымнан оны азат етіп, оған ұстана бол деп бұйырған едім. Сол үшін де осы түні азабым жеңілдейді, деді. Осы кезде Мекке халқы әдет бойынша балаларын бір сүтанаға беретін. Ауасы таза, суы дәмді жерлердегі жайлаудағы үйлерге жіберетін. Балалар біраз уақыт сүтаналармен бірге болатын. Бұған Меккенің ыстық ауасы себеп болатын. Жыл сайын осы мақсатта Меккеге көптеген әйелдер келетін. Олар емзулі балаларды алып кететін. Балалары өсіп, оларды әкеп ата-аналарына кері тапсырғаннан кейін көп ақша мен сыйлықтар алатын. Пайғамбарымыз туылған жылы Бәни Сад тайпасының бірнеше әйелі сұстана болу ниетімен Меккеге барады. Емізуге балаларды алады. Бәни Сад тайпасы Мекке маңындағы тайпалардың ішінде абырой, жомарттық, кішіпейілділік және араб тілін жетік білу тұрғысынан танымал болатын. Құрайш тайпасының алдыңғы қатарлы адамдары балаларын көбіне осы тайпаға беруге тырысатын. Сол жылы Бәни Сад тайпасының мекенінде қатты құрғақшылық болып, жұт болады. Осы тайпаның өкілі Халима ханым бұл жағдайды былай әңгімелеген: Мен сол жылы қырды кезіп, шөп жинап, оны тапқаным үшін Алла тағалаға шүкіршілік ететінмін. Кейде 3 күнге дейін еш нәрсе жемейтінмін. Осылай жүріп балалы болдым. Бір жағынан аштық, екінші жағынан босанудың ауыртпалығы бар еді. Аштықтан жер мен көкті, күндіз бен түнді айыра алмаған кездерім болды. Бір түні ұйықтап қалыппын. Түсімде бір адам мені сүттен ақ бір судың ішіне батырып, осы судан іш, деді. Мен қалағанша іштім. Сосын іш деп тағы қинады. Іше бердім. Су балдан да дәмдеді. Сүтін көп болсын, ей Халима, мені таныдың ба? Деп сұрады. Танымайтындығымды айтқанымда, мен сенің қиналған кезінде айтқан шүкіршілігінмін. Ей Халима, Меккеге бар. Сол жерде саған бір нұр жолдас болады. Береке келеді. Бұл түсті ешкімге айтпа, деді. Оянған кезімде омырауым сүтке толып, аштық пен қиналыстың жойылғанын сезіндім. Жұтқа байланысты ақыға бала емізіп, күнкөріс қамын жасау үшін басқа жылдарға қарағанда сол жылы Меккеге әйелдер көп барады. Барлығы да бай отбасыларынан алуға тырысады. Қалаға ертерек келген әйелдер біраз балаларды алып қойған еді. Бірақ пайғамбарымыз жетім болғандықтан аз ақы аламын деген оймен оны ешкім қаламайды. Бұл әйелдердің ішінде инабаттылығы, тазалығы, кішіпейілділігі және жақсы мінезімен танылған Халима ханым да бар еді. Мінген жануары әлсіз болғандықтан Меккеге бәрінен кейін жетіп келген еді. Бірақ бұл кешігу оларға үлкен пайда келеді. Күйеуі екеуі Меккені аралап, бай үйдің балаларының алынып қойғанын көреді. Бірақ бос қайтқылары да келмеді. Бала алып қайтқылары келді. Ақыры жылы жүзді, тартымды бір адамға кездеседі. Ол Меккенің басшысы Абдул-Мутталиб болатын. Олардың ниеттерін түсінгеннен кейін ол өзінің немересін алуды ұсынып, сол арқылы үлкен дәулет пен бақытқа қол жеткізетіндерін айтады. Абдул-Мутталибтің тартымдылығы
оларды баурап алды. Оның ұсынысын қабылдайды. Сосын қарт ата Халима ханымды Хазіретті Аминаның үйіне алып барады. Халима ханым былай дейді: баланың қасына барған кезімде құндаққа оранған жасыл жібектен тоқылған жамылғының үстінде ұйықтап жатыр еді. Одан хош иіс аңқып тұрды. Таң қалып, оған мейірімім ауғаны соншалық оны оятқым келмеді. Қолымды көкірегіне қойғанымда ол оянып маған қарап жымиды. Менің бұл жымиысқа есім ауғандай болды. Сосын анасы осыншалықты әсем баланы маған бермей қояр деп бетін жауып көтеріп алдым. Оны омырауымды бердім, ол еме бастады. Сол омырауымды беріп едім, ембеді. Абдул-Муталиб маған қарап: сүйінші, әйелдердің ішінде сен сияқты нығметке қол жеткізген әйел жоқ, деді. Әмина ханым да маған сүйкімді баласын бергеннен кейін: ей Халима, 3 күн бұрын сенің балана сүт беретін кісі Бәни Сад тайпасының Әбу Зуайб тегінен шыққан бір әйел болады деген дауыс естідім, деді. Мен оған: мен Бәни Сад тайпасынанмын, әкемнің аты Әбу Зуайб, дедім. Халима ханым сөзін жалғастырып былай деді: Әмина ханым маған көп нәрселер айтып, насихаттар берді. Мен де Меккеге келместен бұрын көрген түсімді және келе жатқанымда оң жағымнан, сол жағымнан: сүйінші, ей Халима, әлемдерді жарқырататын нұрды емізу саған бұйырды, деген дауыстар естігенімді айттым. Үлесімізге түскен бұл нұрдай сәбиді алып Хазіретті Аминаның үйінен шықтым. Күйеуімнің қасына барғанымда қолымдағы баланы көріп таңданып: ей Халима, өмірде мынадай нұр жүзді сәби көрген емеспін, деді. Оны үйімізге алып кеткеннен кейін шаңырағымызға келген берекені көріп: әй Халима, сен не деген қасиетті және қадірлі бала алғансың, дейтін. Менің де тілегім дәл осындай берекелі сәби болатын. Тілегім орындалды, дейтінмін. Халима ханым күйеуімен бірге Мұхаммед алейхиссаламды алып Меккеден шыққан кезден бастап қасиетті сәбидің берекесі байқала бастайды. Азып тозып кеткен, зорға жүрген есектері аттай жорғалай бастаған еді. Өздерімен бірге келген керуендері олардан бұрын жолға шығып, өте алыстап кеткеніне қарамастан оларға жетіп алып, тіпті озып кетеді. Бәни Сад еліне барғаннан кейін оларды бұрын сонды болмаған молшылық пен береке қаптады. Аз сүт беретін малдарының желіні сүтке толды. Мұны көрген көршілері таңданып, бұл берекенің сыры емізуге әкелген балада екенін ашық байқаған еді. Бір ара олар мекен еткен елде құрғақшылық болды. Сусыздықтан қатты қиналған халық жаңбыр дұғасына шығуға бел буды. Мұхаммед алейхиссаламды қастарына алып барып, жаратқанға дұға етеді. Соның құрметіне мол жауын жауып, шартараптың барлығы берекеге қауышады. Пайғамбарымыз сүт анасы Халима ханымның он омырауын еміп, сол омырауын ембейтін. Оны сүт бауырына қалдыратын. Ол 2 айында еңбектеді. 3 айында аяққа тұра алатын болды. 4 айында қабырға жағалап жүре алатын болды. 5 айлығында жүрді. 6 айлығында нық басып тез жүре алатын болды. 7 айлығында барлық жерге бара алатын болды. 8 айынан бастап былдырлап сөйлеп, 9 айында анық сөйлейтін болды. 10 айында оқ атып үйрене бастады. Халима ханым былай деді: алғаш сөйлей бастағанында «Ла илляха иллаллаху, валлаху акбар, вәлхамдулиллахи раббил әләмин» деді. Сол күннен кейін Алла тағаланың есімін айтпастан еш нәрсені ұстамайтын. Сол қолмен еш нәрсе жемейтін. Жүре бастаған кезінде балалар ойнаған жерден алысырақ тұрып: біз бұл үшін жаратылған емеспіз, дейтін. Күн сайын оны күн сәулесі сияқты бір нұр қаптап, кейін қайтып ашылатын.
аймен сөйлесетін, оған белгі бергендей ай қозғалатын. Мұхаммед алейхиссалам 2 жасқа толғанда оны емшектен шығардым. Сосын анасына беру үшін күйеуім екеуміз Меккеге қарай жол тарттық. Бірақ бұл береке бұлағы болған сәбиден айырылып қаламыз, оның нұрлы жүзін енді көрмейміз деген ой бізді қатты қынжылтып жатқан еді. Оның ғажайып халдері жайлы анасына айтып бердім. Амина ханым, менің баламның үлкен даңқы бар, деді. Мен ант етемін, мен бұл баладан да қасиетті ешкімді көрген емеспін, дедім. Сосын баланы тастап кетуге қия алмай, бірнеше сылтаулар тауып, Амина ханымнан баланың тағы біраз уақыт бізбен бірге болуын сұрадым. Ол бізді ренжіткісі келмей рұқсат берді. Оған қайта қауышқанымызға төбеміз көкке жетіп, құшағымызға ала салып, елімізге қарай асықтық. Соның арқасында үйімізге тағы да береке кіріп, малымыз, мүлкіміз, мәртебеміз артты. Шексіз нығметтерге бөлендік.